Сәлем құрметті оқырмандар, бұл алдымыздағы келе жатырған 10-16 қараша аралығындағы аптаға арналған жұлдызнама. Жалпы аптаның энергиясы туралы айтайық, одан соң әрбір белгіге тоқталамыз. Жалпы апта туралы айтатын болсақ, бұл аптада Марс планетасы мерген белгісінде болады. Бұл өте жоғары энергия келеді біздің барлығымызға. Қозғалыста боламыз, батыл боламыз бір нәрселерді жасауға, көп жоспарлар жасауға болады және бірден бірнеше бағытқа жүгіріп, көп нәрселерді, көп шаруаларды жасап үлгеруге болады. Яғни энергиямыз көп болмақ. Меркурий ретроградта, сондықтан Меркурий ретроградта, яғни артқа қарай жүретін кезде біз бұрынғы жобаларды, байланыстарды, қарым-қатынастарды, тіпті ойларымыз бен мақсаттарымызды қайта қолға алып, немесе оларды өзгертіп, қандай да бір жерлерін дұрыстауға болады, немесе аяқталмаған нәрселерді аяқтауға болады. Жоспарлар бұл кезде жиі өзгеріп кете алады. Кейде біздің жоспармен емес, өздігінен немесе басқа бір әсерлерден өзгеруі мүмкін, және әртүрлі шешімдер қайта қарастырылатын уақыт. Аптаның соңында Сатурн, Күн және Юпитер, осы үш планета бір-бірімен тригон жасап қалыптасады. Бұл маңызды шешімдер жасауға, даналық, отбасылық және эмоционалдық жағынан тұрақтылық әкеледі барлығымызға. Әрбір күнге тоқталсақ, дүйсенбі 10 қарашада Ай шаян белгісінде және Юпитермен қосылады. Бұл күні отбасы, үй, ішкі жақындыққа арнаған дұрыс, қолдау, тыныш бастамаларға жақсы. 11 қараша екінші күні сейсенбіде Марс белсенділігі өте жоғары болады, яғни екінші күннен бастап гиперэнергия қосылады адамдарда, сондықтан көп шаруаларды осы күнге жоспарлауға болады. Қозғалыс көп болады, әрекет көп болады, барлығын үлгеруге болады. Бірақ әрине басымдық қойған жақсы, бір уақытта бәріне ұмтылмаңыз, яғни қай шаруалар, сұрақтар сіз үшін ең басымды, соларды бірінші жасаған дұрыс, яғни аптаның басында сол энергияңызды ең маңызды нәрселерге қарай қолданған дұрыс. Үшінші күні 12 қарашада сәрсенбіде тік мінезді, пікірталасқа түсетіндей тік мінезді настроение, жаңағы атмосфера болады көп адамдарда. Бұл дау-дамайдан қашу керек, бұл күні кішкене сабырлық сақтаған дұрыс. Бұл күні Меркурий мен Марс қосылады. Меркурий ол бізде жаңағы сөйлесетін, адамдармен қарым-қатынас құратын, бірақ сонымен қатар өте жарқын, өте активті түрдегі коммуникацияның планетасы. Ал Марс оның үстіне бізге энергия беріп тұр. Сондықтан бұл жерде көп сөз, бос сөз деген болуы мүмкін үшінші күні. Төртінші күні 13 қарашада бейсенбі, бұл жаңағы Меркурийдің ретроградта болатын шыңы деп айтуға болады, ең жоғарыда. Бұл күні жоспарлар өзгеруі мүмкін, және ескі байланыстар адамдармен немесе ескі қарым-қатынаста болған адамдар қайта сізге оралуы мүмкін. Бұл күні істерді аяқтаған жақсы, ал жаңа бастамаларға бұл күні асықпау керек. 14 қарашада жұмада Ай өткеннің барлығын есімізге түсіреді. Эмоциялық жағынан көп нәрселерді ойлап қайта қарастыратын уақыт. Бұл күні тыныш өткізген жақсы және артық реакциядан сақ болыңыз. 15 қарашада сенбі 6 күні бұл Ай таразы белгісінде болады, сондықтан жеңілдік, сұлулық, жақындық сезімі болады. Көркемдікке, эстетикаға, әдемілікке және қарым-қатынаста осындай сезімдерге көңіл бөлген өте жақсы. 16 қарашада жексенбі күні Күн Сатурн Юпитер тригоны жақындарыңызбен болашақты бірге жоспарлауға жақсы энергия береді. Әрбір белгіге тоқталсақ, тоқтылар үшін бұл аптада сіз ерекше қозғалысқа толы боласыз. Жаңа идеялар, сапарлар, жобалар барлығы сіз үшін қызық болады. Алайда Меркурийдің ретроградта болуы бұрынғы жоспарларды қайта жасатуы мүмкін. Жұмыс бойынша ескі жобаны жаңартуға жақсы уақыт. Махаббат сферасында, романтика сферасында ашық сөйлесу қазір өте маңызды болады. Және бәріне бірдей үлгеруге тырыспаңыз.
торпақтар үшін энергия көп, бірақ іштей сабыр қажет болмақ. Қаржылық мәселелер қайта шығып қалуы мүмкін. Жұмыс бойынша келісімдер қайта қарастырылады. Бұл күні егерде жұмысқа тұрып жатырған адамдар болса, қазір осы аптада мысалы олар өздеріне керек жаңағы контрактқа әртүрлі өзгерістер енгізе алады, немесе өздеріне керек шарттарды қоя алады. Махаббат, романтикаға қатысты сізде серіктестік пен түсіністік маңызды болмақ. Сондықтан егерде қандай да бір маңызды әңгімені немесе сүйіктіңізбен, жолдасыңызбен үлкен бір сұрақты шешу керек болса, осы аптада жоспарлауға болады әңгімені. Және торпақтарға әртүрлі өзгерістерді қабылдай білу керек. Яғни өзгерістер болуы мүмкін, соларға дайын болу керек. Егіздер бұл аптада сізге өте жаңағы Меркурий ретроградтағы өте қатты әсер етеді, себебі бұл егіздердің негізгі планетасы. Яғни сіздер ескі жаңағы қарым-қатынастар, адамдар, байланыстар, бұрынғы әріптестеріңіз, өтіп кеткен жобалар барлығы өміріңізге қайта оралады. Жұмыста қайта талдау табыстың кілті, яғни көп нәрселерді үйреніп қалған, жұмысты мүмкін басқаша жүргізуге болады. Көріңіз, себебі басыңызға идея да келуі мүмкін, және соның барлығы сіздің табысыңызды арттыруы мүмкін. Махаббатта ескі сезім қайта жандануы мүмкін, кезінде кездескен адамдар, кезінде ұнатқан адамдар қайтып келуі мүмкін өміріңізге. Бірақ шешім қабылдауға асықпаңыз. Бұл егіздер үшін тек былай бақылайтын апта деп айтуға болады. Шаяндарға әсіресе аптаның басы жылы және отбасыға бағытталған уақыт болады, ал аптаның соңы маңызды шешімдер әкелуі мүмкін. Жұмысқа байланысты ішкі үйлесімге назар аудару керек, яғни өзіңіздің ішкі сезіміңізге не ойлайсыз, ішіңізде не болып жатыр деген сияқты, тіпті жұмыс орнына немесе коллективқа байланысты болса да, қазір сіз сезімтал болуыңыз мүмкін. Және жұмыс ортасында болып жатырған нәрселерге шектен тыс реакция беруіңіз мүмкін. Сондықтан өзіңізді іштей назар аударып, сезімдеріңізді бақылаған дұрыс. Махаббатқа қатысты сізде эмоционалды жағынан жақындасу жақсы болады, әсіресе қазір қарым-қатынаста бар адамдар, жолдасы бар адамдар тереңдей түседі қарым-қатынасыңыз жақсы жағынан. Және жексенбі күні ақылмен, жүрекпен шешім қабылдайтын күн, яғни кейде айтады ғой, логикамен шешім қабылдау керек деп, ал кейде жүректі тыңдау керек деп. Шаяндар үшін осы алда келе жатырған жексенбіде сол интуицияңызды, жүрегіңізді тыңдап шешім қабылдауға болады. Арыстандарға бұл апта өзіңізді жарқыратып көрсетуге мүмкіндіктер әкеледі. Блог жүргізетін адамдарға, әсіресе журналистикамен айналысатын, әлеуметтік желіде болатын адамдар, немесе сахнадағы адамдар жарқырайтын болады. Көптеген назара болады сізде. Осындай ортада көрсетілетін адамдар, немесе сондай жаңағы әлеуметтік желі, немесе блог, немесе журналист, артист сияқты адамдардың аудиториясы ұлғаяды. Жұмыс жағынан айтатын болсақ, немесе егерде сізде тым қарапайым компанияда жұмыс жасайтын болсаңыз, мүмкін сізге қолдау көрсететін адамдардың саны ұлғаяды. Махаббат сферасында арыстандар сіздерге назарыңызға көп адам, яғни сіздің қасыңызда болуға, сіздің назарыңызды алуға көп адамдар ұмтылатын болады. Бірақ бұның барлығын қарай тұрып, өзіңіздің эгоңызды бақылауда және сабырда ұстаңыз, яғни жұрттарды менсінбей, өзінше болу дегендер болмау керек, себебі арыстандар былай күндерде арыстандарда назар көп алады, яғни ортада жүріп қалған, назарға үйреніп қалған адамдар, ал қазіргі кезеңде осы аптада бұның бәрі одан да көп болмақ. Сондықтан өзіңізді, жаңағы эгоңызды бақылауда ұстау керек. Бикештер, сіздер әрбір ұсақ деталь маңызды болып көрінеді сіздерге. Алайда ретроградтық Меркурий бәрін қайта жазуға мәжбүр етеді.
жұмыста талдау, түзету, қайта бастау сияқты нәрселер болады. Махаббат сферасын айтатын болсақ, біреуге талап қоюды азайту керек және демалыс кезінде жеңілденіп кішкене демалғанда дұрыс. Негізі бикештер өздерінің табиғаты сондай адамдар, өте сондай дисциплина бар, жұмыстың барлығын бір нәрсе жасаса кәдімгідей жан жағынан дұрыстап жасайды, детальдардың барлығына назар аударады деп айтуға болады. Бірақ бұның жаман жағы да бар, жаңағыдай кейде келіспеушіліктер әкелуі мүмкін, кейде тым қатты детальға басын сұғып кеткенде адам басқа жағында бір нәрсені жіберіп алуы мүмкін. Және махаббатта да сол жаңағы проблема деп айтуға болады, себебі бикештер өздеріне талапты көп қоятын болғасын, жолдасына да талапты көп қою мүмкін. Сен мынандай болу керексің, сен бүйту керексің, сөйту керексің деп. Бұның бәрі кейде конфликтке әкеледі, немесе кейбір нәрселерді жаңадан бастау керек болады, жұмыста түзетулер жасау керек болады. Сондықтан кішкене бикештерге релаксация жасап үйрену керек. Таразылар сезім, әсемдік және сұлулық күшейеді бұл апта сізде. Сенбі мен жексенбі әсіресе ең қуатты эмоционалды жақсы күндер болады. Келіссөздерде сыпайылық көмектеседі. Жұмыс орнында егер біреулермен келіссөздер болатын болса, сыпайылық көмектесіп өзіңіздің шешімдерді сізге жағымды жағынан келтіреді. Махаббатта үйлесімділік қайтады және жүрегіңізді тыңдаңыз деп айтуға болады. Таразыларда бұл апта өте қарапайым гармониялық апта болады. Саршаяндар сізде бұл аптада егерде жұмсара алсаңыз, жұмсарып көрген жақсы, әсіресе адамдармен қарым-қатынаста жан дүниеңіздің терең қабаттары қазір қозғалуы мүмкін. Ішкі трансформация болуы мүмкін көп саршаяндарда. Жақын адамыңызға қамқорлық қажет болуы мүмкін. Әсіресе қарым-қатынаста бар адамдарда, мысалы қазір жолдасыңызға немесе өзіңізге жақын бір досыңыз болса, сол адамға қамқорлық жасайсыз. Өз сезімдеріңізді де мойындаған дұрыс. Яғни қазір саршаяндарда эмоция шеттен тыс төгіліп тұрады деп айтуға болады. Сондықтан көп адамдар жаңағыдай трансформациядан өткенде біреулерге энергияңызды басқа біреуге көмектесем деп, немесе қолдайым, немесе қамқорлық жасайым деп шектен тыс жойған да дұрыс емес. Яғни бұл жерде баланс табу керек. Біреуге көмегіңіз және бірақ онымен қатар өзіңіздің де ішіңізде не болып жатырғанын, өзіңіздің сезімдеріңізді талқылай алу керек, уақытында өзіңізді ести алу керек. Сондықтан саршаяндар тек қана басқа адамдар емес, өзіңізді де бағылап, жаңағыдай өзіңіздің уақытыңызды, өзіңіздің құндылығыңызды ұмытпаған дұрыс. Яғни өз-өзіме қаншалықты мен жақсы көрем өз-өзімді, немесе жақсы қарайым деген сұрақтар қойған дұрыс болады. Мергендер аптаның басты энергия көзі деп айтуға болады, себебі сол мергендерде планета өтіп жатқан соң, бұл мергендер үшін бұл апта қозғалыс, шабыт әкеледі, оқиға болуы мүмкін, яғни әртүрлі оқиғаға түсіп қалуы мүмкін, бірақ ол жаман емес, яғни қызықты апта болып өтеді деп айтуға болады. Күтпеген жерден әртүрлі қызық, мысалы біреумен кездесіп қалу, немесе бір нәрсе ұтып алу, немесе жоспарламаған жерге барып, ол жерде жақсы уақыт өткізу болуы мүмкін. Жаңа жобалар болса, олардың барлығы қазір жарқырайды жұмыста. Махаббат бойынша сізде еркіндік және құштарлық арта түседі. Нақты бағыт таңдаған дұрыс болады сіздерге қазір, себебі мергендердің қазір энергиясы өсіп жатыр, себебі оның алдында туған күндері басталады желтоқсанға қарай. Сондықтан қазір Марс мергендерге қарай энергияны көбірек береді, бірақ осы энергиямен көп жүгірісте ресурсыңызды, энергияңызды анда-мында шашудың керегі жоқ.
бір нақты бағыт таңдап сол бағытта жұмыстанған дұрыс, егерде 2026 жылы қандай да бір нәтиже көргіңіз келсе. Тауешкілер. Тауешкілер сыртқыдан гөрі ішкі жұмыс маңызды сіздер үшін. Және әсіресе жексенбі күні өмірлік маңызды шешім жасауыңыз мүмкін. Жұмысқа байланысты сізде ұзақ мерзімді жоспарлар өте жақсы жүреді. Ұзақ мерзімді деген, яғни 1 жыл, 3 жыл, 5 жылдық, мүмкін ол контракт немесе қандай да жаңа бірге ұзақ жұмыс жасайтын клиент табу болуы мүмкін. Немесе жаңа контракт договорға жаңа қол қоятын болсаңыз, өзіңіздің шарттарыңызды қойып, ұзақ мерзімді өте жақсы қарым-қатынастық серіктестіктер тууы мүмкін. Махаббатқа байланысты сіздерде байыпты әңгімелер болуы ықтимал, және сіз үшін қазір бұл апта жауапкершілік күш береді. Яғни сіз өз басыңыз басқа адамдарға, балаларыңыз болсын, отбасыңыз болсын, мүмкін жұмыс орнында қандай да бір сұрақтың үстінен өзіңіздің басыңызға жауапкершілікті аласыз. Және сол жауапкершілікті алуыңыз арқылы сіздің мәртебеңіз өседі, күшіңіз артады. Яғни жауапкершіліктің өзі кейде адамға ол тек қана басымызға мысалы проблема немесе қиындық емес, сонымен қатар ол бізге үлкен энергия мен ресурс та әкеледі. Суқиғыштар. Суқиғыштар үшін бұл апта достар, әртүрлі топтарда болу, идеялар арқылы дамитын уақыт. Аптаның соңында болашақты бірге құру туралы шешімдер жасауыңыз мүмкін. Әртүрлі топтарда мысалы. Яғни сізде ұжымдық жобалар өте сәтті өтеді, біреулермен бірігіп жасайтын. Ал махаббат сферасында ортақ жоспарлар біріктіреді. Яғни қарым-қатынаста бар адамдар болса қазір, ортақ жоспар арқылы сіздің қарым-қатынасыңыз одан да тереңдей түседі. Болашақ туралы қазір ашық сөйлесуге өте жақсы уақыт суқиғыштар үшін. Балықтар сіздерде сенім, жан және даналық сұрақтар тұрады бұл аптада. Жоспар мен сезімнің тереңдігіне әкеледі деп айтуға болады. Интуицияңыз қазір өте жақсы жұмыс жасайды, және әсіресе жұмысқа қатысты нәрселерде интуицияңыз жол көрсетуші болады, немесе әртүрлі сигналдар көретін боласыз, немесе қандай да бір интуициямен кейбір сұрақтарға жауап келеді деп айтуға болады жұмысқа байланысты. Махаббат сферасында жұмсақ байланыс қазір сізде барлығы гармониялық түрде өту керек. Жексенбі күні рухани жағынан демалуға жақсы уақыт болады. Қорытындылайтын болсақ, 10-16 қараша аралығы жүрек пен ақыл арасындағы үйлесімді табатын кезең. Энергия өте көп болады адамдардың барлығында, әрбір белгіде де. Бірақ сол энергияны қазір барлығымызға дұрыс бағыт таңдап, сол дұрыс бағытта қолданған дұрыс болады. Яғни әртүрлі сфераға шашылмау керек. Аптаның соңында кейбір адамдар үшін маңызды өмірлік шешім пісіп жетіледі. Құрметті оқырмандар, барлығыңызға сәттілік тілеймін. Тағы да кездескенше.